Облыстық кардиологиялық орталығына 15 жыл. Адам ағзасының қалыпты жұмыс істеу үшін барлық дене мүшелерінің өз қызметі бар. Дегенмен, жүректің алар орны ерекше екенімен ешкімде дауласпас. Жүрек адамның бойындағы ең бір маңызды бөлшегі. Мұны ерте кезден-ақ адамзат білген, қастерлеген. 9 ғасырда өмір сүрген әлемдегі екінші ұстаз Әл-Фараби жүрек басты ағза, мұны тәннің ешқандай басқа мүшесі билемейді деген. Ал ислам дінінің негізін қалаушы пайғамбарымыз Мұхаммед шынында адамның денесінде бір тілім ет бар. Ол жақсы болса, барлық дене жақсы болады. Ал жарамсыз болса, онда бүкіл денені білдіреді. Расында да бұл жүрек деп айтып кетіпті. Сол жүректің қағысы тоқтап қалса, өміріңмен де қош айтысқаның. Ендеше, осы ағзаны емдейтін дәрігерлерге артылатын жүктің салмағы ауыр. Кеңес дәуірінде Шымкент халқына жедел жәрдем ауруханасының инфаркт бөлімі қызмет етті. Сол жерде қаншама азаматтың өмірін алып қалған дәрігерлер арнайы кардиология орталығының қажеттілігі туындағанын айтып еді. Бұл арманға тек еліміз тәуелсіздік алғанда ғана қол жеткіздік. 2000 жылдың тамыз айында Сәуле Райымбекқызы Апсеитованың белсенді насихатының нәтижесінде Шинник профилакториясының ғимаратында 100 төсек орынға арналған облыстық кардиологиялық орталығы ашылды. Алғашқы кезде ғимаратты жөндеу жұмыстарына дәрігерлердің өзі белсене кірісті. Скальпель, пинцет ұстап, екпе жасайтын қолдар күрек, балға, шеге алып қабырғаны тегістеді, сырлап әктеді. Бұл да болса өз ісіне деген адалдықтың белгісі. Кейіннен мемлекеттен қолдау көрсетіліп, арнайы қаражат бөлінді. Жергілікті биліктің қадағалауымен заманауи талапқа сай келетін 120 науқасқа арналған жаңа қосымша ғимарат салынды. Қабылдау бөлімі. Облыстық кардиологиялық орталығына облыс бойынша жедел және жоспарлы түрде науқастар жатқызылады. Жылына 6000-нан астам науқас қаралады. Оның 74-78% стационарда емделеді. Қабылдау бөлімі тәулік бойы қызмет атқарады. Оның ішінде келген науқастардың 40% жедел жәрдеммен жеткізіледі. 55% қалалық, ауылдық емханалардың жолдамасымен келеді. 5% өздігімен қаралып жедел көрсеткіштермен миокард инфарктісі, жедел коронарлық синдром, жүрек өткізгіштігінің ырғағының бұзылысы анықталып, жедел түрде жатқызылған науқастар. Жан сақтау бөлімі. Облыстық кардиологиялық орталығының қарқынды емдеу және жан сақтау бөлімі 1999 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының бұйрығы негізінде құрылып, 12 төсек орынға арналған. Бөлімге науқастар жедел түрде қабылдау бөлімі арқылы және жағдайы өте ауыр науқастар кардиогенді, аритмиялық шок, өкпе ісінуі, ST сегменті жоғарылаған жедел коронарлы синдром қабылдау бөлімімен тыс тікелей қабылданады. Бөлімде біліктілігі жоғары мамандар қызмет етеді. Жылына бөлімде 2200-ден астам науқастар қиын жағдайдан шығарылып, клиникалық бөлімдерге ауыстырылады. Ангиографиялық зертхана. 2004 жылы жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарға коронарографиялық зерттеулер жүргізу мақсатында облыстық кардио орталығына көп функционалдық ангиографиялық қондырғы орнатылды. 2008 жылдың 30 маусымында стентте отасын жүзеге асыру үшін ангиографиялық зертхана ашылып, жұмысқа қосылды. 2008 жылдың 14 желтоқсанында алғаш рет жедел миокард инфарктісі кезінде стенттеу отасы өтті. 2008-2015 жылдар аралығында 13636 коронарографиялық тексеру жүргізіліп, 5265 науқастың жүрек қан тамырына стент қойылды. 2011 жылы туа біткен ақауларды эндоваскулярлық жолмен бекіту мақсатында ақауды окклюдермен бекіту технологиясы тәжірибеге енгізілді. Содан бері 77 науқасқа окклюдер орнатылды. 2013 жылдан бастап республикада бірінші болып амбулаториялық коронарография жасау технологиясы енгізілді. Осы уақытқа дейін 1129 зерттеу жасалынды. 2014 жылдан бастап бүйрек артериясына денервация жасау технологиясы енгізілді. 2011 жылдан бастап 2 ангиограф тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн бойы науқастарға жедел көмек көрсетеді. Нөмірі 1 кардиологиялық бөлім.
Интервенциялық кардиология бөлімі 20 төсек орнына бейімделген. Науқастар жоспарлы және шұғыл тәртіппен жүрек-ішілік электрофизиологиялық зерттеумен аритмогенді аймақтарда радиожиілікпен абляциясын жүргізу және жүрекке тұрақты электрокардиостимулятор орнату үшін жатқызылады. Электрофизиологиялық қондырғы Қазақстанның 4 аймағында орнатылған. Оның біреуі біздің облысымызда. Бөлімде медициналық көмектің барлық түрлері қарастырылған. 2014 жылдан бері жаңа технологиялар енгізілді. Созылмалы, ауыр жүрек жетіспеушілігі орын алғанда 3 камералық бивентрикулярлық дефибриллятор кардиовертер орнатылады. Бұл қондырғылар науқастың өмір сапасын жақсартуға, жүрек жетіспеушілігінің белгілерін азайтуға, қарынша фибрилляциясын тоқтатуға, науқастың өмір жасын ұзартуға ықпал етеді. ЭФИ зертханасы 2011 жылдың желтоқсан айында бірінші болып, оңтүстік Қазақстан облысында аритмология саласын дамыту және күшейту мақсатында облыстық кардио орталығында жүрек-ішілік электрофизиологиялық зертханасы ашылды. 2012 жылдың 2 қаңтарында тұңғыш рет кардио орталықтың зертханасында жүрек ырғағының және өткізгіштігінің функциясының бұзылыстары орын алған науқастарға жүрек-ішілік электрофизиологиялық зерттеу мен радиожиілікті аблациялық хирургиялық ем тәсілі орындалды. Нөмірі 2 кардиологиялық бөлім. Нөмірі 2 кардиология бөлімінде миокард инфарктісінің жедел түрімен ауырған науқастар ем қабылдайды. Бөлімнен жыл сайын 2000-нан астам ауыр жағдайдағы миокард инфарктісімен ауырған науқастар ем қабылдап шығады. Сонымен қатар, ауыр жағдайдағы науқастар жедел коронарлық синдром диагнозымен қабылдау бөлімінен де келіп түседі. Науқасқа стационарға түскен минуттан бастап агрессивті антитромбоцитарлық, антиишемиялық ем тағайындалады. Бөлімде дәрігерлер күнделікті науқастарға жүрек мектебінде 20-25 минуттық сабақтар өтеді. Қысқаша, аурудың неден пайда болғанын, қауіп факторларын, емдеудің түрлерін түсіндіреді. Кардиохирургиялық бөлім. 2009 жылдың мамыр айында облыстық кардиологиялық орталықта кардиохирургия бөлімі 20 орынға лайықтап ашылды. Бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше 1 миллион тұрғынға 1000 ашық жүрекке ота керек. Қазақстан Республикасы бойынша жылына 16 000, ал оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ашық жүрекке 2357 операция қажет. 2009 жылдың қыркүйек айынан бастап Астана қаласының ұлттық ғылыми кардиохирургиялық орталықтың мамандарының қолдауымен бірінші ота жасалынды. Облыстық кардиологиялық орталықта жүректің коронарлық аурулары және жүре пайда болған жүректің ақауларында жүрекке ашық операциясы жасала бастады. 2011 жылдан бастап аймақта бірінші болып 12 төсек орындық балалар кардиохирургия бөлімі ашылып, 700 балаға туа біткен жүрек ақауына ота жасалынды. 2014 жылы денсаулық сақтау басқармасының бұйрығымен орталықтандыру саясатына байланысты бұл бөлім облыстық балалар ауруханасына берілді. Кардиохирургиялық ота бөлімі. Кардиохирургиялық ота бөлімі 2009 жылдың 25 мамырынан қолданысқа берілді. Ота бөлімінде 2 ота залы жұмыс істейді. Кардиохирургиялық ота бөлімі жасанды іске қосылатын, кварцталып салқындатылған ауа жіберіп, ластанған ауаны сору, сыртқа тарату желдеткіш жүйелерімен ламинарный поток жабдықталған. Ота бөлімі жаңа заманауи медициналық аппараттармен толық жабдықталған. 2009 жылдың 25 мамырында алғаш рет ашық жүрекке жасанды қан айналым аппараты арқылы ота жасалды. Кардиохирургиялық ота бөлімінде 2009-2015 жылдар аралығында ашық жүрекке 2405 ота жасалды. Зертхана бөлімі. Зертхана бөлімі облыстық кардиологиялық орталық ашылғаннан бастап жоспарлы және жедел түрде қызмет көрсетеді. Зертхана бөлімі жұмыс істеуге қолайлы және анализ сапасын жақсарту мақсатында әр бөлмеде анализаторлар мен олардың реактивтері және түгендеу заттарымен жабдықталған үлкен, кең 6 бөлмеден тұрады. Мұнда жоғарғы білімді және жоғарғы санатты мамандандырылған дәрігерлер мен орта буынды қызметкерлер еңбек етеді. Зертхана стандартқа сай бір рет
мемлекеттік қолданылатын заттармен қызмет көрсетеді. Қазақстан Республикасы бойынша облыстық кардиологиялық орталық жүрек маркерлерін анықтауды бірінші болып бастады. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің сапаны қадағалау стандартына сай біздің мекеме вакутайнер жүйесімен және автоматты дозаторлармен ең алғаш болып жұмыс істеді. Кардиохирургиялық реанимация бөлімі. Бөлімнің басты міндеті ауруханаға келген ауыр науқастарға жоғары дәрежелі медициналық көмек көрсету. Басқа бөлімдерде емдеуде жатқан науқастардың жағдайы ауырласқан жағдайда жедел реанимациялық шаралар жасау. Жүрекке ота жасалу қажеттілігі бар науқастарды кардиохирург дәрігерлерімен іріктеп алу және оларды ота жасауға дайындау. Оның барлық ағзалары мен жүйелерінің қызметін операцияның салдарынан болатын патологиялық ауытқулардан сақтап, үздіксіз бақылау жасап, емдеу. Бөлімде ультрадыбыстық зерттеу аппараты, электрокардиограмма, рентген, мониторлар, дәрілік және инфузиялық дозаторлар науқастың жағдайын бақылап отыруға бағытталған. Тәулік бойы экспресс зертхана қызмет көрсетеді. 2009 жылы ашылғанынан бастап осы күнге дейін бөлімнен өткен науқастар саны 2416-ны құрады. Оның 2348-не әртүрлі анестезия қызмет көрсетілді. Олардың ішінде 549-ы балалар болды. Үшінші кардиологиялық бөлім. Үшінші кардиология бөлімінде жүректің ишемиялық ауруының жедел түрлері, тұрақсыз стенокардия және созылмалы түрлері анықталған науқастар емделеді. Бөлім 40 төсекке бейімделген. Оның 4 төсегі күндізгі стационар. Бөлімге түскен науқастардың 25%-ы қабылдау бөлімі арқылы, 75%-ы жан сақтау бөлімінен ауыстырылады. Жедел коронарлық синдром диагнозымен қабылдау бөлімінен де келіп түседі. Бөлімде олардың дер кезінде қауіп топтары іріктеліп, қанның құрамындағы кардиалды тропониннің деңгейі анықталып, жедел түрде ангиографиялық зертханаға жүрек қан тамырларының стеноздарын анықтап, қажет жағдайда стенд қою үшін жіберіледі. Жоспарлы түрде коронарографиялық тексеруге баратын науқастарды алдын ала дайындайды. Функционалдық диагностика бөлімі. Функционалдық диагностика бөлімінде жүрек ауруларын неинвазивті жолмен диагностикалаудың барлық түрлері қарастырылған. Жүректің ишемиялық ауруын диагностикалау және жасалынған емнің нәтижелілігін анықтау мақсатында жылына 2500 астам стресс тесттер өткізіледі. Жүрек қуысының құрылымын толығымен анықтау мақсатында жүректің миокардының қалыңдығының, қақпақшаларының функциясын толыққанды анықтау үшін жылына 6000-нан астам жүректің ультрадыбыстық зерттеуі өткізілді. Сонымен қатар, ота жасаудың алдында ота бөлімінде жүрек структурасының патологиясын айқынды түрде бағалау үшін өңеш арқылы ультрадыбыстық тексеру жылына 200 науқасқа жасалынады. Стационарда жатқан науқастарға қажет жағдайларда бауыр, бүйрек, қалқанша безінің ультрадыбыстық тексерулер жасалады. Жылына 2000-ға жуық науқас тексеріледі. Кеңестік диагностикалық емхана. Облыстық кардио орталығы ашылған күннен бастап, облыс халқына кеңес беру кабинеті жұмыс жасады. 2009 жылдың мамыр айынан бастап, облыстық кардио орталықтың кеңес беру кабинеті кеңестік диагностикалық емханаға айналды. Қазіргі уақытта әр дәрігердің жеке кабинеті бар. Ешқандай шектелусіз науқастарды көріп кеңес бере алады. Сонымен қатар, кардиохирург, аритмолог ересектер мен балаларға, интервенциондық кардиолог, қан тамырлар хирургы кеңес береді. Жылына 17 000 тұрғынға кеңестік диагностикалық көмек көрсетіледі. Емханада біліктілігі жоғары, сапалы кеңес беретін дәрігер мамандар қызмет атқарады. Кеңес беру барысында жедел жағдай анықталған миокард инфарктісі, жедел коронарлық синдром, жедел болған жүрек ырғағының және өткізгіштігінің бұзылуы кезінде жедел алғашқы көмек көрсетіліп, стационарға жан сақтау бөліміне науқас жедел түрде жатқызылады. Бактериологиялық зертхана. Бактериологиялық зертхана 2011 жылдың желтоқсан айынан бастап қызмет атқарып келеді. Микробиологиялық зертханада қоршаған ортаның нысандарынан және биологиялық материалдардан бөлінген микроорганизмдердің түрін антибиотикке сезімталдығының қажеттілігіне орай анықтайды. Бұл зертханада 11 түрлі зертханалық тексерулер жүргізіледі. Өзін-өзі бақылау бойынша жұқпалы аурулардың таралуының алдын алу мақсатында барлық бөлімшелердің санитарлық эпидемиологиялық жағдайы қадағаланып,
алынып, жұмыстар атқарылуда. Ота жасау блогының жанынан экспресс режимде істейтін зертхана ашылған. Ота жасау кезінде қан құрамындағы қажетті анализдер 1-2 минут көлемінде анықталуда. Сонымен қатар, жүрек ырғағының бұзылысы кезінде ырғақты қалпына келтіру алдында сол жақ жүрекшенің құлақшасында тромбтар бар немесе жоқ екенін анықтау мақсатында жүрек қақпақшаларының жұмысын егжей-тегжейлі анықтау үшін өңеш арқылы жүректің ультрадыбыстық тексеруі жүргізіледі. Үздіксіз ізденіс пен тынымсыз тірліктің арқасында қол жеткізген жетістіктер де аз емес. 2005 жылы Қазақстанда бірінші, әлемдегі 8-ші ел болып, кардиоорталық экстракорпоральдық кардиологиялық екпінді соғумен емдеу қондырғысын орнатып, науқастарға ем қолдана бастады. Қондырғының ерекшелігі жүректің ишемиялық ауру кезінде басқа емдеу түрлері стенттеу, ашық жүрекке ота жасаудан кейін қайталап ауырған науқастарға көмегінің жоғарылығында. Нәтижесінде жалпы науқастың өмір сапасының жақсаруы, жүрек талмасының азаюы байқалады. 2007-2009 жылдары облыстық кардиологиялық орталық Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ең үздік клиника номинациясына ие болды. 2009 жылы кардиоорталықты Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев келіп көріп, ұйымның жұмысын жоғары бағалап кетті. 2013 жылы 60 ірі кәсіпорындардың ішінен Қазақстанның көшбасшысы халықаралық номинациясын жеңіп алды және Парижде жоғары сапасы үшін алтын жұлдыз халықаралық сертификатына ие болды. Күнделікті тәжірибеде облыс деңгейінде аудандардағы медициналық мекемелермен тығыз қарым-қатынас сақталуда. Жедел коронарлық синдром белгілері немесе миокард инфарктісінің белгілері анықталған мекемелердің дәрігерлері дер кезінде мобильді сым-тетік, интернет, скайп жүйесі арқылы кеңес алып, қажет жағдайда науқасты ангиографиялық зертханасы бар облыстық кардиологиялық орталыққа жылына 500-ден астам науқас маршрут бойынша ауыстырылады. Яғни облыстағы миокард инфарктісінің 95% кардиоорталықта ем қабылдайды. Дәрігерлердің біліктілігін жоғарылату мақсатында Қазақстанның үздік мекемелерінің мамандарының және алыс жақын шет елдердің алдыңғы қатарлы клиникаларының мамандарының қатысуымен ғылыми тәжірибелік конференциялар мен семинарлар ұйымдастырылуда. Біздің облысымыз халқы тығыз орналасқан аймақтардың бірі болғандықтан коронарография, стенттеу, аорта коронарлық шунттау оталарына сұраныс жоғары. Айтылған технологиялардың 75% шұғыл көрсеткіштермен жасалынады. 2009 жылмен салыстырғанда ашық жүрекке жасалынатын оталар саны 4 есе, стенттеу әдісі 4,7 есе көбеюде. Жоғарыда аталған стратегиялардың нәтижесінде жүректің ишемиялық ауруынан болған өлім-жітім Қазақстан Республикасы бойынша Оңтүстік Қазақстан облысында ең төмен көрсеткіш 4,7%-ға жетті. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, атқарылған іс аз емес, бірге жалғастырайық. Осы қағиданы негізге алған оңтүстік кардиологтардың арнайы орталықта бірігіп жұмыс жасап келе жатқандарына 15 жыл. Ел медицинасының абыройын асқақтатып, мыңдаған жүректің дертіне дауа тапқан дәрігерлердің еңбегі ерен. Денсаулық адам үшін баға жетпес байлық. Әркім өз денсаулығына жауапты десек те, жүрегіміз ауырып қиналғанда қасымыздан табылып, жедел көмегін ұсынып, өз ісіне адал дәрігерлердің барлығына мың алғыс. Қай кезде болмасын, әрдайым сенімділікті сақтайтын облыстық кардиологиялық орталықтың дәрігерлеріне еңбекте табыс, төзімділік пен күш қайрат және отбасыларына амандық тілейміз. Облыстық кардиологиялық орталығына 15 жыл.